Мен Құдайбергенова Жанар Серікқалиқызы номер 26-шы мектептің бастауыш сынып мұғалімімін. Сабақтың тақырыбы қараңғы қай кезде қажет? Оқу мақсаты жарық пен қараңғыны салыстыру, көрсетілген экспериментті түсіндіру. Психологиялық ахуал. Жіп жие көкте жұлдыз жымыңдасқандай, күлімдеп айға қарап ымындасқандай, қорылдап бас жақтарын біргей түсіп, жер жүзі жатыр ұйықтап, жын басқандай. Қараңғы түнде тау қалқып, бейнеролигін тамашалайық. Жақсы балалар, бейнеролик ұнады ма сіздерге? Кімнің өлеңі екен? Абай атамыздың өлеңі. Биыл Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толып отыр. Бұл бейнероликте қараңғы туралы айтылған екен. Бүгінгі тақырыбымыз да сол қараңғылық. Балалар, олай болатын болса суретпен жұмыс жасайық. Мына суретте көріп отырғандарыңыздай жайлау және қараңғы мезгілдегі айдың су бетіне түсуі. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осы екі суреттің айырмашылығы қандай екен? Кім айтып кетеді сабақты? Қараңғылық неден пайда болады? Жарық сәулесі болмағандықтан қараңғылық түседі. Жарық болғанда қараңғы пайда болады. Қараңғылық жарық көздерін зерттеуде қолданылатын физикалық құбылыс ретінде қарастырылған түсінік. Сондықтан да қараңғылықты өлшейміз. Қараңғы жерде сурет салатым бар. Жарық көздері екіге бөлінеді. Жасанды жарық көзі, табиғи жарық көзі. Мен қазір көзімді жұмып, табиғи жарық көздерін саламын. Біздер жарық кезде сабаққа барамыз. Сабақтан кітап оқимыз, сабақ оқимыз, ертегілер оқимыз, ойнаймыз. Де жарықтың болмауына айтады, ол кезде ештеңе көрмейді. Қараңғы жарық сәулесінің болмауы еш нәрсенің көрінбеуі.